Yusuf su akmış. Қазір келем. Yusuf, su akbesi var. Қазір келем. Yusuf, anam, жаңа bir ayттым саған, екі айттым. Неге әкелмейсің? Қазір келем. Кел бар жоқ. Папамға айтып берем. Сен есің дұрыс па? Не істеп жатсың сен? Тыныштық па? Тартай қолыңды. Не кішкентай баланы ұрып жібересің? Есің дұрыс па сенің? Ол сен балаң болса мен інім ғой. Ол мен балам, сен інің болса, түсіндің ба? Не істеп қойдың сен оған? Не істеп қойдың? Не үшін ұрасың сен? Не ақың бар сен ұруға оны? Ұрсам інімді ұрдым ғой. Не үшін ұрасың басынан? Не үшін ұрасың? Бұдан кейін сен вообще жібермеймін мен, түсіндің ба? Өзің де келмеймін бұдан кейін енді. Мен сені бауыр деп жүрмін ғой, інесін ұрып. Bir әкеден бір шешеден болған соң деп ойлаған бір-бірім мені сыйласыр. Бірақ ойым ойлағандай болмады, қылығына кейде көңілім толмады. Абысындар ынтымақты бұзғанда ағайыны жанжалдасып оңбады. Абысындар ынтымақты бұзғанда ағайыны жанжалдасып оңбады. Әке, бұл жерге не үшін келдік? Бұл жерге қазір барға мұқтаж отбасыларға бір-екі продукты береміз да. Фейсбукқа отчетқа суретке түсіріп алу керек еді. Сен өзің суретке түсіресің, жақсылап қазір. Болды, істейміз. Сен ішке кірдің, ол деген шақырып шықшы маған, мақма. Ана жерде күтіп тұрам. Болды, қазір. Кесе шықсына отыра бермесін іште, мақма. Хорошо. Тұрам, кино оқиды. Малайга, ассаламалейкум. Уалейкум салам. Қалайсың? Жағдайыңыз? Продукты дайындап берші продукт. Бір азғантай бір қайырымдылық жұмыстарымыз бар еді біздің. Соны. Жақсы, баракалла. Список бересіз ба мұқтаж отбасылардың? Я, бауырым. Сіздерде болады ғой, мешітте болады ғой. Я, осыны қазір мынау қасыңыздағы жігіт список дегеннен кейін алып шыққан едім. Бауырым. Так. Бауырым, өзіңіздің туысқаныңызды, бауырыңызды неде көріп, списокта көріп, реңіңіз өзгеріп кетті ма? Молдеке, сіз арамызда не болған білмейсіз ғой? Өзі кінәлі осы нәрсенің бәріне. Қай жерде отырсаңыз да, достарыңызбен, жиындарда көрген кезде ешкімге сөз бермейсіз. Бірақ мына жерде өзіңіздің бір жатырдан дүниеге келген бауырыңыздың соншалықты қатты қиналып жүргенінің хабарыңыз да жоқ. Бірақ мұсылмансыз ғой, Мұсылманбыз. Егерде мұсылман болсаңыз, пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, туысқандардың арасын үзетін адамды біріншісі Алла сақтасын, Алланың лағнеті болсын деп айтады. Екіншісі қатиур рахым. Егерде сіз өзіңіздің бауырыңызбен, туысқаныңызбен араны үзетін болсаңыз, Алла сізден өзінің рахметін үзіп тастайды. Сіз бүгін мал дүниеңіз бар, қалтаңызда ақшаңыз бар, өзіңіздің туысқаныңызды танымай кетесіз. Ертең Раббымның алдында барған кезде сіз Алланың құзырына не деп жауап бересіз? Аллах субхана ва тағала Құр'ан-ы Кәрімде әрбір істеп жатқан ісіңізді мен көріп тұрам деп айтады. Сондықтан Құдайдан қорқыңыз. Қазір мен бауырыңызды звондаймын, сол жерге шақырам. Көресіз сол кісінің жағдайын қалай екенін. Ассаламалейкум. Ғанеке, амансыз ба, жағдайыңыз жақсы ма? Не болды, жүргеніңіз бір түрлі болып жүріп келіп жатсыз ғой? Сол кішкене мазам жоқ еді. Қара жұмыс деген денсаулықты алып қояды деген ғой.
Қанеке, кешіріңіз, мен сіздің жағдайыңыз бұндай болғанда өзім барып сіздің жағдайыңызды сұрап өзім хабар алатын едім ғой. Кешіріңіз енді. Қанеке, сізді шақырғаным себебі сіздің бір бауырыңыз бар. Білеміз, әжептәуір, Құдайға шүкір, жағдайы жақсы. Сіз білеміз, адал еңбекпен бала шағаңызды бағып жүрсіз. Ол жұмыс істегеннің ешқандай несі жоқ, бірақ ағаңыздан жәрдем сұрамайсыз ба бауырыңыздан? Ағам кішкене ренжітіп қойған ем. Үйге бір баласы келіп, сол жұмыс істеп жатқан жұмыс ағам ғой, енді өзімдікі деп. Сондай бір жағдай болды. Ол бірақ ағама мен ренжіген жоқпын. Молдаке, ол жігіт алтын жігіт қой. Ол менің сүйенішім, менің ағам ғой ол. Алла разы болсын. Бірақ мен сол ағаңызбен көрдім. Ағаңызда жақсы жігіт сияқты. Ол кісі сізді мақтап та кетті, жақсы адам екен. Яғни менде осындай бір жағдай болып қалған еді, Молдаке білмейсіз ғой деп. Ашық айтпады, бірақ өзінің түрінен көрініп тұр да. Ағам жақсы. Бәке? Ағам бар, інім бар деп жайраңдаған, інім бар, ағам бар деп тайраңдаған, бір үйдей бірге өскен бауырларды жек-жек қып бөледі екен қайран заман. Адамда Бәке, сіздің ағаңыз иншалла Алланың үйі мешітте татуласатын жер, өте жер керемет бір жерге сіздерді шақырдым. Бір-бірлеріңізден кешірім сұраңыздар иншалла. Кешірім сұрамайсыз ба? Не үшін мен кешірім сұрау керекпін? Кім бірінші кешірім сұраса, жәннатқа сол кіреді дейді. Бауырым, кешірші мені. Бауыр деген қанатың самғататын, бауыр деген сүйенішің тамсанатын. Бауыр тұрса артыңда жеңіл болар, қиындықтар түк болмайды, шаттанасың. Ассаламағалейкум, құрметті мұсылман. Әлемдердің Раббысы жіберген екі дүние сардары Хазіреті Мұхаммед Алланың игілігімен сәлем болсын. Айтады, ағайыннан алыстаған бізден емес дейді. Ағайынсыз өмір сүру мүмкін емес. Әрбір мұсылман ағайынмен бірге болсын. Ренжітсе татуласын деген мақсатта осы роликті түсіре отырып, Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Гүлстан ауылында 100 балаға арналған қарилық медресе құрылысы біткелі жатыр. 40 өтіп бірі қалғанда ішкі жиһаздары мен кілемдеріне және сыртқы тас төсеу жұмыстарына қаражат жетпей отыр. Қолыңыздан келгенше садақа беріп, медресенің ашылуына себеп болып, сыйыңызды Алладан алыңыз. Әрине садақаны еселеп қайтарушы Аллах Тағала. Берген садақаларыңыз қабыл болсын. Аллах сіздерден разы болсын. Қандай да күмәніңіз болса, мына көрсетілген телефон номер, Абдурауф ұстаздың номері, қоңырау соғып көз жеткізіп алсаңыз болады. Кәсіби кодта Расул К деп шығады. 777 095 0400. Құрметті достар, Аллах үшін көмек беріңіздер. Және де бұл видеоның кеңінен тарауына үлескер болыңыз, себеп болыңыз. Алла сіздерден разы болсын.